Сәлем достар, мен есім Асылжан болады. Мен авторлық тегін мини курсыма қош келдіңіздер. Қалай таргеттен 2023 жылы аз ақша құртып, күніне кемі 50 заявка алуға болатыны туралы біз сіздермен қазір талқылайтын боламыз. Жалпы өзімді мен таныстыра кетейін. Есімім Дәулетов Асылжан болады. Маркетинг саласында 3 жылдық тәжірибем бар. Компаниялардың өнімдерін таргетинг, Instagram, сайт, видео, скрипт продаж, чат-бот жасап беру арқылы обороттарын 3 есе көтеріп беруге септігімді тигізіп жүрмін. Жалпы осы менің сабағым 2 сабақтан тұрады. Кім соңына дейін қарап шығады, таргет қосудағы көп таргетологтардың жүретін 10 қателік, менің бұл кітапшам 15 теңге тұрады. Оны сіздер тегін аласыздар. Просто 2 сабағымды толық көріп шығу керек. Таргетинг сізге не үшін керек? Жалпы көбісі таргетинг керек, компанияма таргетинг керек деп жүреді. Бірақ та ол өзіне не үшін керек? Оны алғаннан кейін, біліп алғаннан кейін оның қандай өмірінде өзгерістер болады, либо компаниясы өзгерістер болады, оны білгеннен кейін оған басқаша қарайтын болады. Жалпы міне мен 4 қағида жазып қойдым. Негізі қағидалар өте көп. Кез келген затты немесе өнімді сатып жіберуге сізде іштей сенім пайда болады. Неге? Өйткені сіз, допустим, бір нишаңыз бар. Бұл нишаңызды қалай сатам, аудиториясын қалай білемін деп жүрген кезде, сіз аяқта таргетолог тұрады да, допустим, бұл таргетингті білгеннен кейін, оған қалай аудитория әкеп бергеннен кейін білгеннен кейін, оған уже мына адамда көбінесе іште сенімділік болады. Тура сол сияқты сізде таргетинг біліп алғаннан кейін іште сізде сенімділік пайда болады. Кез келген компания жүргізе аламын деген. Менде өзімде солай болған. Сіздің товарыңызды немесе услугаңызды кімдерге және қалай көрсету керек екенін білетін боласыз. То есть сіз өз мақсатты аудиторияны біліп алатын боласыз. Қай қалаға, сіздің таргетіңіз қай қалаға өтеді, сіздің таргетіңіз қандай адамдарға өтеді, сіздің офферіңіз, сіздің видеоңыз қандай адамдарға өтетінін біліп алатын боласыз да, таргетинг үйреніп алғаннан кейін сіз нақты көрсететін боласыз. Үшіншісі, тез арада кез келген компанияның сатылымын көтере аласыз. Жалпы сіз таргетті үйреніп алдыңыз, таргет не екенін білесіз. Кез келген компаниясы жаңа аудитория алып келесіз, жаңа заявкалар алып келесіз. Сол арқылы сіз компаниялардың услугасын, компаниялардың заявкаларын көтере аласыз. Неге? Өйткені сіз таргетинг біліп алдыңыз, өз услуганы солай сатып аласыз. Кез келген затыңызды әлемге көрсетіп бренд қалыптастырасыз. То есть не только там масштабно, да, сіз Алматыға алатынсыз, Алматы ғана емес, то есть әлемге бүкіл жер шарында таргетинг арқылы көрсете аласыз. Келесі достар, мынау видеода, фотода қарасаңыз, бұл кісі мысалы таргетингті білмейтін кез келген базарда отырған адам. Оны елестетіңіз, бір қармақпен отыр да, кез келген адам өтеді, адам өткеннен кейін біреуін ұстаса, біреуін ұстады, біреуін ұстамаса, біреуін ұстаған жоқ. Қалай мысалда біреу өтіп кетеді, өтіп бара жатқан кезде мына киімді киіп көрші, бұл сапалы, сізге егерде ұнаса, мен сізге арнайы скидка жасап беремін деп. То есть өткен адамдар ғана қармақпен ұстағандай ұстайды. Ал то есть бұл масштабына өзінің киімдерін көрсете алмайды. Келесі, таргетингті біліп алғандан бұл үлкен аумен аулайды да. То есть бұл мақсатты аудиториясын біліп алды, то есть кімдерге таргетинг жіберу керек екенін біліп алды, оның өнімі жалпы аудиториясы кімдер екенін біліп алды. Бұл кісі таргетинг біліп алғанда үлкен аумен балықтарды аулайды. Тура сол сияқты сіз үлкен сатылым жасап, адамдарға өзіңіздің өніміңізді көп жерге көрсете аласыз. Достар, жалпы таргетинг жіберудің нақты 4 қадам бар. Осыны мен сізге айтып кетем. Бұл 4 қадамды орындасаңыз, сіздің таргетингіңіз міндетті түрде дұрыс жүретін болады. Біріншісі, көп адамдар отыратын, күнделікті өзінің өміріне пайдасыз болмаса да, бірақ та Инстаграммен өткізетін, бұл әрине Инстаграм. Допустим, сол жағына мен бір компанияны қойып қойдым, оң жағына бір компания қойып қойдым. Допустим, сіздің телефоныңыз сынып қалды да, сіз қай компанияға барасыз? Мынау компанияға барасыз, екінші компанияға барасыз ба? Әрине, мен ойлаймын, сіз екінші компанияға барасыз. Соответственно, қарайсыз, логотипі бар, ребрендинг бар, допустим, да, логині нормальный, түсінікті. Мысалы, наяққа қарайсыз, бірдене 02 бірдене .kz бірден жазып тастағанда, контентке қарайсыз, қандай пайдалы зат беріп жатыр, өзінің услугасын қалай істеп жатыр, сіз ойланасыз да. Тура сол сияқты сіздің өніміңізге адамдар, сіздің инстаграмыңызда адамдар қарайды. Сол кезде сіздің инстаграмыңыз сенімді болу керек. Мысалы, мынау инстаграм бұл жама байлды, мен полный маркетинг мен жүргіземін, даже нәрде мен түрмікті сатам, адамдар қарап, уже осыған қарап келіп, таргетинг жібермесек та сарафан радиомен келіп жатады. Неге? Өйткені біздің өніміз сапалы. Тура сол сияқты сіз таргетинг біліп алған өзінде де сіздің өніміңіз сапалы болмаса, сіз
допустим услуга алдыңыз, сіз ол услуганың басқа компанияның сапасы, жаңа заттар сапасы болса, сіз маркетинг сізге қарама-қарсы жұмыс жасайды. То есть сіз жаман отзывтар ала бастайсыз да, и сіздің компанияңыз алға қарай өспейді. То есть сіздің не маңыздысы дұрыс маркетингті біліп алу, таргетингті жіберу. Екіншісі сіздің өніміңіз сапалы болу керек, міндетті түрде. Бұны түсіндіре алдым деп ойлаймын. Екіншісі, сіз реклама жібересіз, креативтен бәрін жасап қоясыз, аудиторияңызды біліп аласыз, текст бәрін күштеп дайындап қоясыз, таргетинг жібересіз и банк еткізіп сіздің рекламаңыз банға түседі, фейсбугіңіз. Неге? Өйткені сіз фундаментально фейсбугіңізді дұрыс ашпадыңыз, либо сіз үлкен қателіктер жасадыңыз. Сол себептен көбінесе фейсбуктан блокқа кететіні, ол ең басында фейсбукты дұрыс ашпағаннан болады, достар. То есть сіз фейсбугіңізді бәрін дұрыстап, фундаментально жасау керексіз. Бұны мен алдағы сабақта айтатын болам. Келесі, сіз мақсатты аудиторияңызды біліп алу керексіз. Допустим, айтарлық сіз бір ноутбук сатасыз да, ноутбук. Сіз ноутбугіңіз, допустим, әртүрлі біреу арзаны бар, қымбаты бар, допустим, да, сіз арзаныңызды ойлайсыз, кімдерге предлагать. Сіз общий бүкіл жерге таргетинг жіберіп тастамайсыз ғой, допустим, да, Алматы тұрсан, Алматы бүкіл жерге аудиторияға жібере салмайсыз ғой, сіз білесіз, такс. Аудиторияны онда анықтайын дейсіз. Мысалы, студент бала обычно оған ноутбук керек сабағына, и ода обычно ақша жоқ. Мен оған не ұсына аламын? Мен, допустим, оған ноутбук керек екенін білемін, да. И мен оған, допустим, сапасы жақсы, қымбат ноутбукты арзан бағаға алғың келеді ма деген, допустим, реклама жіберемін, да. Студентсіз ба деп ше. Ол адам уже студент, оған қызығады. Неге? Өйткені ол арзан ноутбукта. Сол сияқты сіз мебельмен айналыссаңыз да, мебельіңізді министі кімдер алуы мүмкін? Жаңадан үй алып жатқан кісілер, ремонт жасап жатқан кісілер, мебельдері ескіріп кеткен кісілер. То есть осы аудиторияға каждыйына арнайы офер жазып, арнайы текст жазып, арнайы видеолар түсіріп, сіз өзіңіздің өніміңізді көрсетсеңіз, міндетті түрде сізден сатып алатын болады. Так, үшіншісі, сіздің креативін дұрыс жасау. Рекламаны жасағанда бірден назар аудартатын, ұсынысыңызға бас тарта алмайтындай етіп жасау керек. Неге ету керек? Өйткені сіз лифтке кіресіз, ол жерде тұрған реклама тұр, дұрыс па? Автобусқа кірсеңіз де реклама, далада көшеде жүрсеңіз де реклама, далада жүрсеңіз де бірдеңе таратып атады, әйтеуір бірдеңе камера не бар, телевизорда реклама отыр, жан-жақтан реклама, уже адамдар рекламадан шаршап кеткен. Инстаграмға кірсеңіз де бірдеңе қая қойын десеңіз реклама шығып кетеді, ютубта да реклама. Неге? Уже адамдар до того рекламадан шаршап кеткен, уже таңдайды да қандай рекламаны. То есть сіздің рекламаңыз, креативіңіз мощный болу керек, и сіздің ұсынысыңыз адамдар бас тарта алмайтындай ұсыныс жасау керексіз. Допустим, мен таргетологпын, мен бір бизнесменге барам да, мен сіздің бизнесіңізге таргетинг жүргізіп берейін, допустим, бір жеті жүргізіп берейін, бір жетті егерде ешқандай заявка алмасаңыз, ақшаңызды қайтарып берем. Біріншісі, допустим, екіншісі придумайте. Мен сіздің рекламаңызды 5 күн жүргізіп берем. Егерде ешқандай заявка алмасаңыз, мен сізге бір ай бойы тегін жүргіземін таргетингіңізді. Деп до уверен айтам. То есть ол кәсіпкер ешқандай ештеме терет етпейді, конечно, оған келіседі. Айтасыз да, мысалы, допустим, бір жеті жүргізем, егерде бір заявка алсаңыз, осындай заявка алсаңыз, біз договорға отырамыз, осындай сумма болады деген сияқты. То есть оған ештеме жоғалтпайды, ол келісу мүмкін. Тура сол сияқты сіз мебельмен айналыссаңыз, допустим, мебельді мен сізге 10 күн ішінде заказбен жасап берем. Егерде мен 13 күні кешігетін болсам, мен сізге мебельді тегін әкеп берем үйіңізге десеңіз, допустим, ол жерде бас тарта алмайды да. Тапты сіз уверен айту керексіз өзіңіздің салаңыз туралы. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Так, келесі. Достар, екінші сабақта бізде қандай сабақтар болады, мен сізге толықтай айтып кетейін. Екінші сабақта біз креативті қалай дұрыс жасаймыз. Біз өзіміздің өнімімізді адамдарға қалай дұрыс көрсетеміз, және де бас тарта алмайтын деп қалай жасаймыз, сол туралы екінші сабақта айтатын боламын. Екіншісі, жаңартылған таргеттің цельдері, ол бұрында цельдері 12 цель болады тұғын, қазір небәрі 6-ақ цель қалды да, соны мен қандай нишаға дұрыс шегу екен, және қайсынан жауап беретін толықтай түсіндіріп кететін боламын. Үшіншісі, идеяны қайдан аламыз? Чат-ботпен, то есть бот қалай жұмыс жасайды? Нейросеть, то есть, допустим, сіз маған бір жетіге контент план жасап бердіңіз, и ол бот сізге автомат түрде жасап береді.
то есть сізге ешқандай контент менеджерге керегі жоқ, оған бөлек ақша құртпайсыз. Сізге оны бот автомат түрде кез келген сұрағыңызға жауап беретін болады. Бұл өте керемет нәрсе. Нейросеттің дамыған заманы білесіз, соны сізге тегін беретін боламын. Төртіншісі, таргет услугамен үйде отырып қанша ақша табасыз? Соны мен сізге минимум таргеттен қазір минимум таргет отыр 300 мыңға дейін тауып жүр. Нормально таргеттен білетін адамдар. Соны сізге тегін қалай жасау керек екенін айтатын боламын. Достар, бұл екінші сабақты алу үшін дайректке просто 11 санын жазып жіберіңіздер. Мен екінші сабақты сізге автомат түрде жіберетін боламын. Келесі сабақта кездескенше.